Сәлеметсіздер ме, балалар? Рахым Асубаев атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Маканова Алия Жұмабековна. 2-ші сынып дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің құқығым және міндеттерім. Сабағымыздың мақсаты мысалдар келтіре отырып, өз отбасындағы әдеп нормаларын түсіндіру. Бүгінгі сабақта сендердің қандай міндеттерің барын, жауапкершіліктің қандай болатынын оқып үйренетін боласыңдар. Барлығымыз орнымыздан тұрып, психологиялық ахуал орындап көрейік. 1, 2, 3. Сынып іші тып-тыныш. Жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Жарайсыздар. Олай болатын болса, орнымызға отырайық. Өткен сабақта сіздерге, балалар, отбасы мүшелерінен сауалнама алып, қажеттіліктерін анықтап, маңыздылығына қарай орналастыру керек еді. Енді, балалар, әмиян әдісі арқылы топқа бөлініп көрейік. Менің әмиянымда 50 теңге, 100 теңге және 200 теңге бар. 50 теңгені алған оқушылар 1-ші топқа, 100 теңгені алған оқушылар 2-ші топқа және 200 теңгені алған оқушылар 3-ші топқа отырыңыздар. Топқа жайғасып болса, тапсырмамызды бастайық. Еркін әңгіме әдісі арқылы бүгінгі тақырыпты ашып көрейік, балалар. Суреттерге қарап, отбасы мен достарыңды бөліп ал. Отбасы деген кімдер? Достарың деген кім? Олар туралы не айта аласыңдар? Суретке қарап, балалар. Не бейнеленген суретте? Дұрыс айтасыздар. 1-ші суретте сіздердің отбасыларыңыз бейнеленген, ал 2-ші суретте достарымыз бейнеленген. Отбасы мүшелеріне кім жатады, балалар? Өте жақсы. Отбасы мүшелеріне атамыз, әжеміз, әкеміз, анамыз, өзіміз және аға қарындастарымыз жатады екен. Жарайсыздар. Ал достарымызға кім жатады? Тамаша. Достарымыз біздің ол қасымызда жүрген, бірге ойнап, бірге көңіл көтеретін балалар. Олар біздің достарымыз болып табылады. Өте жақсы. Ал енді, балалар, сіздер бала құқығы туралы не білесіздер? Әрбір баланың отбасында тұрып тәрбиеленуге құқығы бар. Отбасылық тәрбие кәмелеттік жасқа толмаған баланы тәрбиелеудің ең тәуір түрі. Сондықтан да оған басымырақ маңыз беріледі. Баланың өз ата-анасының отбасында және өзге де туысқандарымен тұруына, олармен қарым-қатынас жасауға қақысы бар. Олай болатын болса, балалар, жұппен тапсырма орындап көрейік. Бала неге құқылы? Сіздер топтастыру жасап, өз ойларыңызды жеткізіп көріңіздер. Олай болатын болса, суретке назар аударыңыздар. Әрбір бала неге құқылы? Өте жақсы. Дәрілік көмек алуға, дем алуға және бос уақытын пайдалануға, білім алуға, отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге, ақпарат алуға, есім мен азаматтық алуға,
қамқорлыққа құқылы екен. Жарайсыздар балалар, яғни әрбір бала өзінің құқығын білуге міндетті. Келесі топтық тапсырма спикер әдісі арқылы. Бірінші топ жауапкершілік туралы айтады. Екінші топ өз құқығы туралы айтады. Ал үшінші топ өзінің міндеті туралы айтатын болады. Жақсы, бірінші топ жауапкершілік туралы айту керек еді. Қалай ойлайсыздар, жауапкершілік деген ол не? Өте жақсы. Жауапкершілік адам бойындағы белгілі бір істі, өзіне тапсырылған міндетті орындап, жүзеге асыруынан байқалатын адамгершілік қасиет. Екінші топ өз құқығы туралы айту керек. Өте жақсы. Өз құқығынды білген әрбір баланың міндеті. Яғни біз отбасында өмір сүруге, білім алуға, денсаулығымызды сақтауға, бос уақытымызды пайдалануға құқығымыз бар. Үшінші топ өзінің міндеттері туралы айту керек еді. Біздің қандай міндеттеріміз бар, балалар? Өте жақсы. Біздің отан алдында қызмет етуге міндетіміз бар. Мектептің ауласын таза ұстауға міндетіміз. Өте жақсы, балалар, жарайсыздар. Ал енді балалар кішкене сергіп алайық. Алдарыңызда қағаздар жатыр. Бұл қағаздарда нейрожаттығулар, яғни біздің қолымызды дамытатын жаттығулар. Қолымызды екі қолымызбен қағаздағы сызықтарды ұстап отырып, үлгі бойынша қолымызды көтермей, үзбей сызықты бастырып шығуымыз керек. Өте жақсы, балалар, жарайсыздар. Сәл сергіп алсақ, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Ал енді балалар, ұжымдық жұмыс орындайық. Сіздер мектептегі міндеттеріңіз бен жауапкершіліктеріңіз туралы айтып көрейік. Оқушының қандай міндеттері бар? Өте жақсы, балалар. Әркім Қазақстан Республикасының ата заңын сақтауға міндетті. Қазақстан Республикасын қорғау әрбір азаматтың міндеті. Әрбір адам ар мен намысын құрметтеуге міндетті. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, тарихи мәдени мұраларды сақтауға, тарихи ескерткіштерді қорғауға, табиғат және табиғат байлықтарын қорғауға, мектеп ғимараты мен оның аумағын үнемі тазалықта ұстауға, үлкенге құрмет, кішіге ізет танытуға, ата-анаға қамқорлық көрсетуге міндетті. Өте жақсы, балалар. Әркім өз міндетін жақсы білу керек. Ал енді, балалар, менің құқығым тақырыбында шағын мәтін құрап көріңіздер. Алдында айтылған ақпарат бойынша ойларыңызды жинақтап мәтін құрайсыздар. Мәтін құрамас бұрын алғашқы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұстанымына назар аударыңыздар. Ата заң әркімнің бойтұмары болып, оның әрбір қағидасы мүлтіксіз орындалғанда ғана ортақ мақсатқа қол жеткіземіз деген екен. Осы ұстанымды назарға алып, шағын мәтін құрап көріңіздер. Балалар, сіздерге үй тапсырмасына өз отбасы мүшелерінің міндеті туралы жазып келу керек. Яғни, отбасы мүшелеріне кім жатады, есімізге түсірейікші? Дұрыс айтасыздар, балалар. Ол атамыз, әжеміз,
әкеміз, анамыз және өзіміз. Біздің отбасында қандай міндетіміз бар? Осы туралы үйде жазып келеміз. Олай болса, балалар, сабағымыз аяқталды. Кері байланысқа шығайық. Егер бүгінгі сабақ түсінікті болса, бәрі түсінікті деген пернені басасыздар. Ал егер сабағымызда бірдеңе түсінбегендей болсақ, түсінбедім деген пернені басасыздар. Өте жақсы, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.